Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Заң бөлімі қайда сіздерде? Заң бөлімі қайда? Вот емес міне. Зайцевасыз ғой, иә? Әлі отырсыз, вот. Неше жыл отырсыз мемлекеттік мекемеде? Мінекей, бір сөзді жаттап алмайтын, вот. На русском языке. А? Хорошо владеете русским языком. Ого, разговаривайте, пожалуйста, на русском языке. Да. Мінекей, әкім Байханов дискриминация жасап жатыр. Не дискриминируйте, пожалуйста, русский язык. Айналайын, мені қазақ тілінде маған айтып жатыр. Ол маған айтып жатыр. Қазақ тілінде сөйлегенімен не дискриминируйте деп. Дискриминацияны мына Зайцева жасап жатыр маған. Байханов сен жасап жатырсың, кет ордыңнан. Мына командаңмен бірге. Масқара. Мемлекеттік қызметкер маған Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде талап етіп жатыр, мәжбүрлеу жатыр. Мінеки осындай масқара бізде. Кетсін, Байқанов, Сқақов. И мен видеоға түсіріп жатыр. Осындай масқара болып жатырмыз біз. Кереку қаласында. Мінеки қараңыздар. Дискриминация маған жасаған мына бір кісіні. Қараңыздар. Согласно Конституции, я вправе разговаривать на двух языках. Сіз міндеттісіз маған жауап беруге менің тілімде. Мен тұтынушымын. Мен сізге тағы да айтатын. Извините, пожалуйста. Мен сізге тағы. Сіз менің құқымды. Сіз маған айтып жатырсыз. Қазақ тілін орыс тілінде сөйлеңіз. Айналайын, сіз маған айтып жатырсыз. Мен орыс тілінде сөйлегендей. Сіз мемлекеттік қызметкер, мемлекеттік тіл қазақ тілі. Сіз маған конституцияны бұзып тұрсыз. Оқытың ба? Конституцияны бұзып тұрсыз. Тұтынушылар заңын мен тұтынушы ретінде бұзып тұрсыз. Мемлекетті, сен мемлекеттілікті бұзып тұрсың. Мемлекеттілікке түкіріп тұрсың. Мемлекеттің бірінші рәмізіне түкіріп тұрсың қазақ тіліне. Мәжбүрлеу жатсың. Ең бірінші мәжбүрлеу жатырсың. Неке, осындай масқара. Так, сәлеметсіз ба? Басшыларыңыз қайда? Басшылар? Иә. Басшы 506-шы, е? Вот 506-шы кабинетке қазір. Жүріңіз. Сәлеметсіз ба?